Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, өте тойымды, тәбетті ашатын керемет салаттардың бірі икра салатының рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қойуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Мен бірден осылай турап алдым. Бізге қызанақ қажет болады. Қазір ет тарқыштан өткізген кезде осылай ұсақ болып дайын тұрғаны дұрыс. Сәбізді де турап алдым. Болгар бұрышы қажет болады. Сарымсақ және бір ащы бұрыш қосатын боламын. Пияз керек болады. Сұйық май, зелен және бізге лабыр жапырағымен осындай қара бұрыш қажет болады. Барлығын осылай алдын ала жуып, тазалап, жақсылап, осылай ұсақтап турап аламыз. Енді барлығын шетінен мясорубкадан өткізетін боламыз. Ең бірінші сарымсақты, яғни чеснокты осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Қызыл бұрышты да қосып жібереміз. Ал енді бізге пияз қажет. Пиязды да дайындап алдық. Енді осыны ет тарқыштан өткізіп алатын боламыз. Сәбізді де дәл солай ет тарқыштан өткіземіз. Болгар бұрышындай алдын ала дайындап турап алғаннан кейін осылай барлығын өткізіп енді дайындап қоятын боламыз. Ең соңынан қызанақты да салып, барлығын ет тарқыштан өткізіп алатын боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Осындай үлкен ыдыс қажет, қазан немесе кастрюль алып, ет тарқыштан өткізген заттарымызды шетінен құятын боламыз. Алдымен қызанақты құйып аламыз, содан соң болгар бұрышында дәл солай қызанақтың үстіне салып алатын боламыз. Арасында араластырып тұрамыз. Оттың астын осы уақытта қойыңыздар отқа. Енді сәбізімізді салып алатын боламыз. Ешқандай қуыруды қажет етпейді, барлығын салып қайнататын боламыз. Сәбізді салғаннан кейін де барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте пиязды саламыз үстіне. Содан соң сарымсақпен, яғни чеснокпен ащы бұрышты салатын боламыз. Сұйық майды құямыз үстіне, содан соң барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін татымына қарай тұзымызды саламыз. Мен 3 ас қасықтың көмегімен тұзымды салдым және дәл солай қантымды 2 есе қылып 6 қасықтың көмегімен салдым. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді бетін жауып 40 минут шамасында қайнататын боламыз. Қайнап жатқан кезінде арасында араластырып тұрыңыздар, төбе жабысып қалмас үшін. Енді 40 минут өткеннен кейін үстіне лабыр жапырағын қосамыз. Татымына қарай мен 5-6 данасын салдым. Дәл солай қара бұрышты да салып аламыз және дайындаған зелендерді салып, тағы да бір 15 минут шамасында қайнатып алатын боламыз. 15 минут өткеннен кейін біздің салатымыз дайын. Оттың астын өшіреміз. Содан соң үстіне 1 шай қасықтың көмегімен уксусты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз қайнап жатқан кезде алдын ала осылай банкаларымызды 15 минут буға қайнатып аламыз. Дәл солай крышкаларымызды 4-5 минут шамасында суға қайнатып алатын боламыз. Енді дайын болған салатымызды стерилденген банкілерге құйып салып шығатын боламыз. Барлығын видеодағыдай толықтай толтырып құямыз. Крышкасын жауып осылай дайындап аламыз. Енді дайын болған банкілердің үстіне 2 штуктан аспирин саламыз. Сол кезде банкілеріміз біздің мүлдем атылмайтын болады. Барлығын салып болғаннан кейін осылай жапқыштың көмегімен банкілеріміздің крышкасын толықтай жауып аламыз. Жақсы жабылғанын осылай банкымызды домалатып тексереміз. Ешқандай су, ешқандай ақпаса, онда біздің банкымыз жақсы жабылған деген сөз. Мінекей барлығын осылай тексеріп аламыз. Осымен біздің салаттарымыз дайын, өте дәмді болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.